Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін бір жасағаннан шығатын блинчик жасаймыз. Өте жұмсақ, жұқа, әдемі болып шығады. Ол үшін бізге жұмыртқамызды, сұйық майымызды, қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сонан соң разрыхителімізді салып, оны да жақсылап араластырып, сүтімізді құйып, араластырып, ұнымызды салып, қоюланғанша белгілі бір мөлшерде салып, араластырып дайындаймыз. Видеодағыдай болып шығу керек. Енді тапамызды газге қойып, мен сіздерге осы жерде лайфхак айтайын. Блинчик жасау үшін блинчиктің тапасы болмаса, кез келген тапамызды түнде сұйық май құйып, бір түнге қалдырамыз. Содан соң ертесіне осылай пісірсеңіздер жабыспай шығады. Видеодағыдай етіп, салмамызды біркелкі етіп құйып алып, осылай пісіріп, бір жағы піскен кезде аударып аламыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қызықты рецепттер, лайфхактармен бөлісіп отырамын. Дәл осы видеодағыдай етіп құйып, мен қолдың көмегімен алмастырам, аударамын. Ал сіздер кез келген кухонный приборды пайдалансаңыздар болады. Дәл осылай блинчигімізді құйғаннан кейін осындай тесіктер пайда болады. Шеті қызарған соң осылай аударып аламыз. Блинчиктеріміз дайын. Ауызашарға дайындасаңыздар болады. Дастарханға әдемі етіп ұсыныңыздар. Ас болсын!